Бетіңізге әжім неліктен пайда болатынын білесіз бе? Көздің төңірегінде пайда болатын әжім денедегі сіңірдің әлсірегенінің және есту қабілетінің төмендегенінің белгісі. Көздің астыңғы жағына жарты ай тәрізді әжім түсу бүйрек, қуық, жүрек ауруларының белгісі. Маңдайына әжім түскендердің шекесі ауырғыш болады. Оң жақ бетіндегі әжім сол жақ бетіндегіден терең бауыр ауруының белгісі. Маңдайындағы әжімдер бір-біріне ұласпай толқын сияқты болып тұрғандар жабығу ауруына шалдығып, көңіл күйі тұрақты болмайтындар. Мұрыннан ерінге дейін ұзын көлбеу әжім түсу жүрек ауруының белгісі. Маңдайына орақ формалы әжім түсу аяғында ақау бар екендігінің белгісі. Ерніне ұсақ әжім түсу асқазан ауруының белгісі. Аузының үстіңгі, мұрнының астыңғы жағына әжім түсу гормон қимылының әлсіз екендігінің белгісі. Иегіне және астыңғы ерніне әжім түсу ішек, асқазан, геморрой ауруларының белгісі. YouTube каналыма тіркеліп алыңыз.